Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтсын каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін осындай повязка тоқимыз. Бұны мен кеше ғана тоқып, инстаграмға бөліскен болатынмын. Көбіңіз мастер-класс керек депсіздер, сол себептен бүгін түсірейін деп отырмын. Мен бұны иран жібінен тоқыдым, 2 қабаттап. Міне иран жібі осындай. 100% акрил, 100 грамда 350 метр. Крючок номер 4. Лента керек и қайшы керек. Бізде повязкамыз ені 12 сантиметр. Окружность головы дейді ғой, 56-58-ге келеді. Осындай өте оңай тоқылатын повязканы бүгін тоқып үйренетін боламыз. Егер қаласаңыздар, мынау повязканы да тоқимын. Мастер-класс керек десеңіздер, комментарий астына қалдырып кетсеңіздер болады. Осындай әдемі узормен тоқылатын повязка. Бұны да мен иран жібінен бірақ 1 қабаттан тоқыдым. Ал енді осы повязкамызды тоқып бастаймыз. 2 қабаттан тоқу үшін ортасынан шығарамыз жіпті, сосын кейін мына жақта оралған 2 жіпті 1 мотоктан осылайынан алып аламыз. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бірінші петляны жасап аламыз. Одан кейін воздушная петля 77. Воздушная петляны қатты босатып, немесе қатты тартып жіберудің қажеті жоқ. Емін-еркін осылайынан тоқисыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 5 осылайынан 77 воздушная петля көтеріп аламыз. 76, 77. Енді крючокқа накитлеміз, содан кейін мынаны тоқымамызды осылай, міне мынау оң жағы ғой. Былайынан айналдырсақ, міне мына жерде өзінше петлялар бар. 1, 2 тастаймыз, міне. 1, 2 мына жерде крючокта накид бар. Осы жерге былайынан өткіземіз. Тартып шығарып, полустолбик. Крючокта 3 петля, 3-еуін бірден тоқимыз. Накитлеміз. Қайтадан сол міне арт жағында өзі ерекше білініп тұрады петлялар. Осылайынан крючокқа накитлеміз. Жаңағы артқы жағындағы петляға крючокты өткіземіз. Жұмыс жібімізді тартып шығарып, міне крючокта 3 петля, 3-еуін бірден өткіземіз. Тоқимыз. Полустолбик. Міне алдыңғы жақ петляның. Міне бүйтіп айналдырсаңыздар, артқы жағы. Крючокқа накитлеміз. Осы жердегі міне арт жағында бүйтіп дөңкиіп тұрады өзі белгілі болып. Сол петляға осылайынан крючокты өткіземіз де жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. Крючокта міне 3 петля, 3-еуінен бірден өткіземіз. Осылайынан аяғына дейін 75 полустолбик тоқимыз. Крючокқа накитлеміз. Крючокта 3 петля, 3-еуін бірден өткіземіз. Накид артқы жағындағы петляға крючокты өткізіп. 2 жіп болғандықтан мені ерде қарасаңыздар, менде 1 жіп білінді. Осылай қалып кетпесін, 2 жіппен тоқитын болсаңыздар. Крючокта 3 петля, 3-еуін бірден. Осылайынан соңына дейін тоқып шығатын боламыз. 75 полустолбик. Міне 75 полустолбик. Осылай тоқып шықтым. Енді бұны сантиметрмен өлшейтін болсақ, бізде қатты тартпай 42 сантиметр шықты. Бұл былайынан тартылады еще. Енді ары қарай екінші қатар 2 воздушный петля көтереміз.
1 2. Жұмысымызды кері айналдырып, мынаны қарасаңыздар, мына жақта да 2 петля, мына жақта да 2. Сонда мынандай петлядан бізде 1 2 3 болып тұр. Соның біз накид ілеміз де мына жағындағы мына бір ғана петлядан осылайдан іліп алатын боламыз. Мына жағына қарай міне. Біріншісі полустолбик. 1 крючокқа накид, 2 осылайдан аяғына дейін тоқимыз. Сол кезде мына жақтағы міне 2 петля өрім сияқты қалып кетеді, узор болып. Міне қарасаңыздар, міне мына жерде өрім болып тұр, иә? Осы узор болады бізде. Осылайынан аяғына дейін тоқитын боламыз, міне. Былай қаратсаңыздар, мына соңғы петляға полустолбик. Міне тоқыдым. Ең соңғы петляны тек қана біреуден емес, міне қараңыздар, екеуінен бірдей аламыз. Ең шеткі крайы әдемі шығу үшін міне накид ілдім. Міне 1 2 петля тұр ғой. Екеуінен бірдей өткізем, міне осылайынан. И полустолбик. Міне осындай болып шықты. Келесі қатарға өту үшін міндетті түрде 2 воздушный, қайтадан кері айналдырамыз. Бұл жақта да қарасаңыздар, міне 1 2, мына жақта 1 2. Осының накид ілеміз. Мына жағынан полустолбик. Әр қатар осылай полустолбик. Мына жағы міне өрім болып қалады осылай. Осылайынан әр қатарға өткен сайын 2 воздушный және мынандай 3 петляның мына соңғы жағындағы петляға полустолбик тоқу арқылы осы повязканы толықтай тоқып шығатын боламыз. Мен мына повязкада міне мынандай өріммен санасақ 1 2 3 4 5, мынау 6-шы. И соңғы бір қатар жүріп өткем, толықтай аяқтамай. Міне осынша қатар тоқыдым. Сіздер өз еркілеріңіз қанша қатар тоқисыз. Жіңішке қылғыңыз келсе, міне 1 2 3 4 қатар тоқыңыз. 5 қатар, бұдан да жалпақ қылам десеңіздер 7 қатар, өз еркілеріңізде. Ең соңғы қатарда мен сіздерге қалай аяқтау керектігін көрсетем, және мына жерді осылайынан әдемі қылып түйуді, қалай аяқтауды көрсететін боламын. Ал әзірше мына қатарларды тоқып шығатын боламыз. Кім қанша қатар қалайды, сонша қатар тоқып шықсаңыздар. Осылайынан әдемі болып шығады. Тек қана иран жібінен емес, басқа да жіптермен тоқысаңыздар болады. Менде просто басқа жіптер болмай тұр. Alize Lana Goldпен тоқысаңыздар болады. Кішкене қалыңырақ, одан бір қабат жіппен тоқитын боласыздар. Крючок осы 4-ші крючок номерлі. Басқа да қалың турецкий жіптер көп. Солармен тоқысаңыздар болады. Менде қолда қандай жіп бар, сомен тоқып сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне мен өзіме керекті осыншалықты тоқып алдым. Өлшеген кезде бізде 12 сантиметр. Міне 1 2 3 4 5 6. Соңғы қатар, мынау менде несі болады, лицевой, оң жақ беті болады. Міне ең соңғы қатар. Осылайынан тоқып аламын. Енді мынандай біріктіруіміз керек болады осыны. Оны да мен крючокпен істеймін. Қараңыздар. Мынау бізде оң жақ беті болады, иә? Осыны міне былайынан бүктеп аламыз. Мына жағында бүктеп аламыз осылайынан. Енді бір-біріне осылайынан айқастырамыз. Міне. Бірдей етіп
былай екеуін бүктеп алдық. Енді екеуін осылайынан айқастырып, төрт несі болады, қабырғасы. Енді мына жерден өткіземіз. Мына ішіндегісін де қалдырып кетпейміз. Міне, енді мына жақтағы петляны осылайынан тартып шығарамыз үшеуінен. Осылайынан, қараңыздар, мына біреуін өткізіп алдық, екіншісін қатарымен петля санап, ондай қылмаймыз. Жәннен осылай өткізіп аламыз. Жақта екеуінен өтті. Енді міне осы мына өткен петляны мына крючоктағыдан осылайынан өткіземіз. Тағы да жәннен, бірақ мына төртеуінен бірдей өткізуіміз керек. Осылайынан аяғына дейін. Мынау ортасындағысы. Соңғы рет міне. Өткіздік. Тағы да бір петля. Воздушный бір петля аламыз да, жерімізді қиып тастаймыз. Мына басындағы жіп екеуін бір түйіп алып, жіпті жасырып тастаймыз. Енді міне мына жіптерді осылайынан мына тоқымалардың арасына крючокпен жасырып тастаймыз. Артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Міне жіптерін жасырып қиып тастадым. Енді оң қаратамыз. Осындай әдемі оңай повязка дайын. Жері осылайынан айқасып әдемі болып тұр. Бір жарты сағат, бір сағаттың ішінде өзіңізге осындай әдемі повязка тоқи аласыз. Өте оңай. Сонымен қатар әдемі тұрады баста. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де осы видеоны тоқымашы қыз-келіншектермен бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше комментарияға қандай бұйым тоқып көрсетейін, қандай бұйымның мастер-классын шығарайын жаза отырыңыздар.